Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Келинка Майра Кулан. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, осындай әдемі вид беретін блинны дайындамақпыз. Ол үшін осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды алып, таза табаққа салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне құмшекерді салып араластырамыз. Және де 2 кружка сүтімізді құямыз, араластырамыз. Және де 1 кружка су құямыз. Суымыздың орнына сарыағаш пайдалануға да болады. Сарыағаш пайдаланғанда да жақсы болып шығады. Және де 1 кружка су мен сүтті араластырып құямыз. Жарты-жартыдан. Енді тұз саламыз шым-шым. Және де ванилин саламыз 1 грамм. Ванилиннің яғни жартысы кетті. Жарты шыны сұйық май құямыз, араластырамыз. Және де шай қасығының жартысымен сода салатын боламыз. Ұнымызды саламыз, 410 грамм бізде ұнның көлемі. Жақсылап араластырамыз. 1 келкі болғанша араластырамыз. Іртіктері қалмауы қажет. Неке осындай сұйықтықта болуы қажет, қою емес, және де қатты сұйық емес. Енді табағымызды қатты қыздырып, бірден осылай құямыз. Қатты қызып тұрған табаға құйған кезде осындай тесік-тесіктер пайда болатын болады. Және арғы бетін аударып, осылай жақсылап пісіріп аламыз. Блинчигіміздің жан-жағы қыздара бастаған кезде осылай пышақпен ақырын көтеріп, қолымызбен аударатын боламыз. Болмаса осылай теп-тегіс осындай немен салып, бірден аударуға да болады. Қол күймес үшін осылай қолдансаңыздар да болады. Біздің аударатын затымыз міндетті түрде осындай тегіс болуы қажет. Сол кезде жақсы аударылатын болады. Мінекей, біздің блинымыз дайын болды. Өз қалауларыңызша ортасына творог салсаңыздар да болады, немесе осылай қалдырсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шықты, және де тесік болып, өте сүйкімді болып шықты жегенге де. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды тәтті тағамдармен қуантыңыздар. Сау болыңыздар.